Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni basamas turib arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tек qana bizde bo'ladi. Aydos Erbosunovning eng mixti qarshisi kim? Saul Canelo Alvarez hozir qanday reytingda tur? Aydos Erbosunovning eng mixti qarshisi David Morrell 2022-yilgi 5-qarashida Erbosunov men Morrell WBA regular super o'rta salmoqdagi titul uchun jekpa-jek o'tkazdi. Bu кездесуде Morrell 12 raund nokautмен jengishga yetdi. Бұл Ербосуновның кәсіби мансабындағы алғашқы жеңілісі болды. Қазіргі уақытта супер орта салмақта 76 келі ең мықты боксшы Саул Канело Алварес болып табылады. Ол WBA, WBA және WBO тұжырымдары бойынша әлем чемпионы титулдарын иелеп отыр. IBF тұжырымы бойынша бұл салмақтағы чемпиондық атақты қазір уақытша бос. Канело Алварес өзінің шеберлігімен және жетістіктерімен танымалы. Бұл оның супер орта салмақтағы ең үздік боксшы ретінде көрсетеді. Aydos Erbosunov Қазақстандағы кәсіби боксшы. 1991 жылы 14 қарашада Жаркент қаласында дүниеге келген. Ол супер орта салмақта 76 өнер көрсетеді. Кәсіби мансабының статистикасы: жекпе-жектер саны 17, жеңістері 16, нокаутпен жеңістері 11, жеңілістері 1, тең нәтижелері 0. Мансабындағы маңызды жетістіктері: 2018 жылы 15 қыркүйекте Александр Сушесті жеңіп WBS, IBS International Super орта салмақтағы титулын иеленді. 2018 жылы 23 желтоқсан Ильяс Ачергутты жеңіп WBO Global Super орта салмақты титулын жеңіп алды. 2019 жылы 24 наурызда Лукас Недафолманы өтіп WBA International Super орта салмақтағы титулын иеледі. Соңғы жекпе-жектері: физикалық көрсеткіші бойы 181, қол созымы 182, жекпе-жектер манері оңақай. Aydos Erbosunov өзінің мансабындағы бірнеше маңызды титулдарын жеңіп алып, Қазақстанның кәсіби боксы беделін арттырды. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы бір нәрсені еске салайық. 5 сәуір Жәнібек Әлемханұлы мен франциялық Ануэль Негемесінің ортасындағы жекпе-жек болады. Билет құны 25 мыңнан 225 мыңға дейін достар. Сіздермен спорт жаңалықтары болды.